Конституция күні бұл тынышымды сақтайтын, ата заңның үні бұл жақсылыққа баптайтын. Құқығымды жақтаған, жақсы жолға баптаған, ата заңым айбының адалдықты сақтаған. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Биылғы жылы Конституциямызға 30 жыл болып отыр. Қазақстан Республикасының Конституциясы жалпы халықтық референдум негізінде қабылданған. 5 қыркүйекте күшіне енді. Республикамыздың Конституциясы 9 тараудан 99 баптан тұрады. Конституция Республики Казахстан – это основной закон государства, принятый 30 августа 1995 года, который устанавливает систему государственных органов, гарантирует права и свободы граждан. Оно закрепляет систему государственных органов на основе принципа разделения власти. Оно определяет Казахстан как унитарное государство с президентской формой управления, демократическими и светскими принципами. 1995 жылы 30 тамызда республикада бүкіл халықтық референдум өтті. Нәтижесінде Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Дауыс беру еліміздің барлық округтарында учаскелерде өтті. Бұл конституцияның 1993 жылы